Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біздер сіздермен бірге 90-дық баға шығаруды есептеу, ол білім класс және ол күнделік жүйесінде қалай есептелінеді. Дәл солай біздер Excelде БЖБ, ТЖБ және де қалыптастырушы бағалауды есептей отыра оқушының 90-дық бағасын шығаратын боламыз. Мысалға бізде бір оқушы бар делік, ол оқушының атымен бір атты жаза салайын. Одан кейін бізде БЖБ-ның міндетті түрде максималды балы болады. Мысалы 15 балл. Бірінші БЖБ-ның максималды балы оқушы 15 балдан 11-ін жинады. Ол бізде 73% көрсетеді. Екінші БЖБ-ның максималды балы 14, одан бізде 12 жинады оқушы. Бізде қарап отырсақ, ол 12 дегеніміз 14-тің 86%. Ал жалпы БЖБ-ның 25-тің 20-сын жинап отыр. Енді қалыптастырушы баға. Қалыптастырушы баға оқушы қанша балл алды? Қанша қалыптастырушы баға алды? Мысалға, 7 қалыптастырушы баға алса, ол 70% құрайды. Ал қосындысы қанша? Осы 7 балдың қосындысы. Мысалға, ол 56 болуы мүмкін. Осы есептейтін болсақ, ол 25-дің 20-сын қамтып тұр. ТЖБ балы максималдысы ол бізде 25 немесе 30 болады. 25 деп қарастырайық. Оқушы соның 21-ін жинады. Бізде ол 50-дің 42%, жалпы қорытынды баға 82%, яғни 4. Дәл осы оқушыны алайық. Бірақ бұл жолы бізде бір БЖБ бар сабаққа қарастырып көрейік. Максималды балл 12 делік. Соның 10-ын жинады оқушы. Қалыптастырушы баға 5 баға алған. Соның қосындысы 34 болсын мысалға. Ол бізде 25-дің 17 балы, ТЖБ 25, соның 17-сін алды делік, мысалға. Сонда бізде 34% 50-дің, 25-дің 17-сі, 25-дің 21-і, қорытындысы 72%, ол 4-ті құрайды. Дәл осылай оқушылардың ұпайын шығарып есептеуімізге болады. Бұл жерде бірінші жағдай бізде 2 БЖБ бар, ал екінші жағдайда бізде 1 БЖБ бар. Жағдайды қарастырып отырмыз.